Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басын ұмытпаңыз. Елімізде зейнетақының орташа мөлшері белгілі болды. Бірінші қыркүйектегі жағдай бойынша зейнеткерлер саны 2.405.000 адам болса, жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 131.872 теңге. 2018 жылы біріншіден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалады. Бұл ретте 1998 жылы бірінші қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйедегі жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналар төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз яки мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төмен күнкөріс деңгейін 65%-на тең болса, 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төмен күнкөріс деңгейінің 85%, еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 105% белгіленеді. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбатты көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау сәлеметте болыңыздар.